Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, оқушылар. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Мұқағали мәңгілік ғұмыр» атты еске алу кешімізді бастаймыз. Тіршілікке періште көзбен қараған Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, туған елі, өскен жері. Ол нені айтса да, нені жазса да үнемі туған өлкесімен үндестіреді. Бай, суреткер, табиғатын тосын ойлармен суреттейді. Мұқағали секілді ұлылар тарихқа бір-ақ рет келеді. Тарихта мәңгі қалады. Халқымен бірге жасайды. Асыл мұрасы қалың елінің қимас сырласына, мұңдасына, ұрпақты тәрбиелеудің өнегесіне айнала. Тумысынан шешен кестелі көркем сөзге бай, суреткер, табиғатын тосын ойлармен суреттейді. Мұқағали секілді ұлылар тарихқа бір-ақ рет келеді. Тарихта мәңгі қалады. Халқымен бірге жасайды. Асыл мұрасы қалың елінің қимас сырласына, мұңдасына, ұрпақты тәрбиелеудің өнегесіне айнала береді. Өзі ғасырлар бойы тұлғана береді, биіктей береді, құдіретке айнала береді.